Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгін біз сіздерменен академиялық мәтіндерді баяндау және академиялық мәтін түзілгеннен кейін оны зерттеудің әдістерін қалай жүргізу керек. Жалпы зерттеу әдісін жүргізу мақсатында академиялық баяндаудың негізгі реті дұрыс шығатындығына мән береміз. Сол себептен қазіргі видеоматериалды тыңдай отырып, осы академиялық мәтіннің жүргізілуін не мән бересіздер деп ойлаймын. Я как-то раз сидел на лекции в институте. Там лектор рассказывал что-то про мат-анализ. Он начал фразу: следует понимать, что характеристическая функция, так задумался, как бы ему продолжить. И в это время один студент подсказал, зачем нужен научный метод, какие цели он преследует, крайне тяжело. То есть это надо иметь заранее сформулированную концепцию, потому что само вот эта расшифровка, ну, объективно тоже правильно, там сразу возникает вопрос, что такое объективно. Я думаю, что когда мы подойдем к концу вот этой лекции, ответ на этот вопрос будет гораздо более понятен, и его действительно можно будет сформулировать в голове. Если разбивать научный метод на составные части, больших составных частей, ну, лично мне кажется, что 5. Это логика, эмпирический метод познания, абстрагирование, статистика, дробь теории вероятности, еще что-то, что можно назвать концепцией построения теории. Это некие общие положения о том, как из предыдущих 4 частей потом все-таки получается теория, какой физический смысл эта теория несет. Кроме того, тут есть вот некий 6-й пункт, предварительные фильтры и дополнительные соображения. Это то, чего в явном видении в одну из этих 5 частей не ложится, но тем не менее в научном методе используется. Не хотелось это делать отдельными пунктами, но тем не менее указать это надо. Начнем с логики. Часто логику расшифровывают, точнее, что имеется в виду формальная логика. Вот. Я небольшой сторонник обнаружения еще какой-то логики, кроме формальной. Мне кажется, что этого пункта достаточно, но на всякий случай мы можем сделать к нему приписку, что, ну ладно, формальную логику мы назовем это формальной логикой. И, собственно, что она нам дает? Такой же вопрос, как про научный метод. Можно несколько версий выдвинуть. Вот, например, дает она нам возможность что-то узнать об окружающем нас мире. Ваше предположение. Можно ли с помощью логики что-то узнать об окружающем мире? Второй вопрос. Я пока не говорю ответ, там в конце будет как бы ответа на оба эти вопроса. Я дам только спойлер. Второй вопрос. Дает ли нам логика способность найти верный ответ на поставленный вопрос? Ну, гипотетически да. Вот. Но я дам спойлер. Первое утверждение имеет ответ «нет», а второе утверждение имеет ответ «да», но с оговоркой. К этим оговоркам мы перейдем после того, как узнаем, что же такое формальная логика. В формальной логике есть такой термин – суждение. Суждение – это то, анализом чего занимается формальная логика. Давайте посмотрим примеры суждений. Вот суждение «жить хорошо». Суждение «снег красный». Оно неверное, мы знаем, но тем не менее это вполне себе суждение. Какая гадость – это ваша заливная рыба? Субъективное, непроверяемое, но суждение. Наконец, математическое суждение. Лимит 1 делить на x, при x стремится к бесконечности, равен нулю, предел. Тоже суждение. Кажется, что суждением является любая фраза. Однако это не так. Давайте посмотрим примеры фраз, но не суждений. Сандалия. Безусловно, фраза, но не суждение. Следующее. Не суждение. Всем лечь на пол.
Фраза распознается и даже временами выполняется, но не суждение. Что-то нечитаемое. Используются русские буквы. Гипотетически мы этому можем приписать какой-то смысл, но для нас это не суждение, потому что мы даже распознать не можем. И, наконец, математическое выражение x плюс 1. Полностью распознается, но опять же не суждение. Вот вопрос, чем левая часть принципиально отличается от правой? Как мы выясняем, что вот то суждение, а вот это не суждение? Да, именно так. Есть сопоставление. Суждение – это некая фраза на распознаваемом человеком языке, ну причем конкретным человеком. Если мы не знаем китайского, фраза на китайском будет для нас не суждением, а для китайцев вполне себе суждением может оказаться. Фраза, которая определяет связь каких-то объектов, категорий или чего-то. Ну, в общем, хоть какую-то связь. Если мы вспомним, там действительно слева были написаны фразы, которые сопоставляют одно другому, а справа были написаны фразы, которые ничего ничему не сопоставляют. Анализом фраз. Не обязательно, да, я забыл сказать, что не обязательно все вот эти объекты относятся к реальному миру. Они могут относиться к воображаемому миру, к какому-нибудь абстрактному миру, неважно. Если они в нем определяют связи какие-то, это все равно суждение. Как в логике для краткости эти суждения или утверждения записываются? Ну, просто берем, обозначаем его какой-то буквой. Суждение «снег красный» мы обозначим буквой А для краткости. Про эту букву мы можем сказать, истинно оно или ложно. Там способы обозначения этого бывают разные, но я использую вот такой. Если оно истинно, мы пишем A равно true, а если оно ложно, A равно false. Что по-английски означает истина или ложь. Первый вариант можно записать еще короче. Мы можем вместо A равно true написать просто A. И таким образом мы сказали, что мы приняли истинность суждения А. Иногда такая запись проще, она сокращает. Иногда она, несмотря на то, что сокращает запись, она хуже распознается. То есть совсем в такой классической логике принято просто писать А. Вот. Но допускается, если выйти за пределы, писать в некоторых системах. Это считается так. В любом случае, действительно false в тех случаях, когда А и Б, либо false. Өздеріңіз көріп отырғандай, жаңа көрсетілген материалда жалпы кез келген ғылыми зерттеудің негізгі әдістерінде ең бір көрсетілетіні логикалық әдіс деп отыр. Енді сол логикалық әдісті өзіміз білеміз, ең басында кез келген аналитикалық талдау жасау үшін және бағалау сипаттау үшін біз ең алдымен олардың ой түйіндісіне назар аударамыз. Сол ой түйіндісінің өзінде сіздің логикалық сұрағыңызға жауап беретін мәселеге келудің жолы ол пайымдаулар деп аталады. Сондықтан да пайымдау арқылы біз дүниені тани аламыз ба? Және сол пайымдаулардың нәтижесінде ой қорытындылар жүзеге асады деп айтып жатырмыз. Енді мына презентацияға назар аударыңыздар. Яғни академиялық мәтінде біз дұрыс баяндауды жаңа айтып өткендей негізгі міндеттің дұрыс құрылуы, яғни пайдаланған методологияны дұрыс жеткізудің өзі осы методологияға деген зерттеудің негізін дұрыс құрып алу деген сөз. Енді өзіміз алдыңғы сабақтарда өткендей ғылыми гипотезаның негізгі талаптарын еске түсіріп өтейік. Ол дегеніміз
яғни эмпирикалық интеграцияның жалпы мазмұнын білу қажет. Екіншіден, гипотезаның жалпы күрделі емес, қарапайым, түсінікті болуын ұғыну қажет. Үшінші, өте жақсы гипотезаның ауқымы қойылған нақты талдауларға және талдау шеңберінде болу қажетті. Гипотеза тексеруге ыңғайлы белгілі бір білім деңгейінде қаралу қажет. Бесіншіден, гипотезада яғни белгілі бір түсініксіз оғаш терминдердің болмауы қажеттілік, яғни нақты бір күтілетін нәтижені ұйымдастыру қажет. Және сол гипотезадан құру барысында, гипотезаны дұрыс негіздеу барысында белгілі бір қателіктер жасамау үшін үш нәрсеге назар аудару қажеттігі айтылады. Яғни нақты түсінікті тілде жазылу қажет, зерттеудің саласына сәйкес пәнменен оның тілінде жазылу керек, стилінде. Екінші, гипотеза негізделген зерттеудің зердесіне сай болу қажеттігі. Үшінші, гипотезаның нақты құрылған шындыққа жанасу қажетті. Осы тұрғыда, яғни біз методологияны туралы мәліметімізде жалпы ол философиялық және де философиялық әдісті жиі қолданылатыны айтылады. Бұл негізгі теориялық және практикалық тұрғыда ылғи жүзеге асырылып келе жатқан жағдаят. Сондықтан да біз жалпы қолданылатын әдіс индукция, яғни эмпирикалық бөліктегі басты рөл атқарады, ал дедукция болса теориялық деңгейде басты рөл атқаратындығын ескергеніміз жөн. Енді осы ғылыми танымдардың негізінде дұрыс пайдалана білудің өзі негізгі жаңағы айтып отырған философиялық әдіс, бұл диалектикалық және де метафизикалық бөлімнің бір бөлігі болып табылады. Осы тұрғыда диалектикалық заңдылықтың есебінде сандықтан сапалыққа өту, болмаса жеке дамудың механизм есебінде көрсетіліп, Гегельдің методикасы бойынша, яғни қайшылық заңға қарама-қайшылық заңдары да жүзеге асырылып отырады. Енді метафизикалық әдістің өзі бұл таным әдісі, яғни зерттеудің негізгі анализін, анализ дегенімізде зерттеуге жасалатын барлық эмпирикалық әдістердің, яғни жан-жақты зерттеу, жан-жақты ашу білдіреді. Ал синтетика болса, сол жалпы талданған қорытындының бір бүтін бөлігін көрсету. Абстрагенттік, яғни зерттелетін аймақтың белгілі бір өлшемі арнайы зерттеудің шамасы болып табылады. Осы тұрғыда жаңа өзіміз айтып отырған индукция, ол бақылаудан туындайтын жекеден жалпыға өту процесі. Дедукция болса аналитикалық талдаудың нәтижесінде белгілі бір математикалық жолды көрсету, белгілі бір өлшемді табу. Аналогия болса, жаңағы белгілі бір ұқсас заттардың нәтижесінде ортақ екінші бір заттың нақты болуына дәлел келтіреді. Енді өздеріңіз біліп отырған кезде келесі әдістеріміздің бірі жаңағындай модельдеуді әдіс деп аталады. Ол көбінесе математикалық есептерді шығаруда жүзеге асырылады. Жалпы кез келген зерттеудің өзінде біз білеміз, яғни кіріспе бөлімінде, талдау бөлімдерінде кездесетін тарихи әдіс, ол логикалық және тарихи тұрғыдан ұсақ бөлшектерді ажырату үшін қолданылады. Яғни логикалық әдіс тарихи тұрғыда анықталған тарихи формасы бар, нысанның эволюциялық дамуы бар, оның тарихи әдісі арқылы логикалық көрінісін беру болып табылады. Енді классикалық әдіс, бұл жеке кластарға ажырату, белгілі бір ұқсас белгілерді топтастыру, жаңа бір тақырыптарды таңдауда әртүрлі объектілерді қарастыруын айтады. Сонымен бірге эмпирикалық танымның деңгейі, ол ойлаудың үрдісі, тілдің зеректілігі, жалпы ақпараттық анализ, жалпы материалдар, бұл эмпирикалық базада түзіледі. Осындай бақылаудың нәтижесінде анализдік қорытындылар тарихи классикалық әдістердің нәтижесі. Ал енді тарихи теориялық таным деңгейі, ол белгілі үрдіс, рационалдық көрсеткіш, яғни түсінік, заңдылық, ойлау операциялары болып табылады. Енді өздеріңіз көріп отырғандай, осы зерттеулердің негізінде эмпирикалық әдістің өзі бірнеше әдістерден құрайтындығын алдында ескертіп айтқанбыз. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз ғылыми зерттеуді біз басында бақылау әдісінен бастаймыз. Оның себебі мақсаты болады, ұйымдастырылған пән құбылыс болғаннан кейін оның фактілерді жинауда, гипотезаларды нақтылау үшін қолданылады. Сипаттау әдісі нысанның туралы нысанның ақпаратты, яғни оны сипаттау
Ал енді өлшем әдісі бұл сол белгілі бір зерттеудің эталоны болып табылады. Яғни эксперименттік зерттеудің түрінде бақылаудың белсенді жағы болып табылады. Сонымен қатар мысалы формалдау әдісі, яғни абстракттық математикалық модельдеу, бұл теориялық әдіске жатады екен. Ал енді аксиомализациялау дейді, яғни белгілі бір теориялық құрылымды дедукциялайды. Сонымен қатар мысалы гипотика дедуктивті әдіс дейді. Бұл жерде барлық аналитикалық әдістерді жасаудың эмпирикалық көрінісі. Ал енді графикалық әдіс бұл Ленардо Эйлердің түсінігі бойынша графикалық күрделі бір жүйеленуді беру, яғни белгілі бір нүктеде графикалық яғни диаграммаларды, гистограммаларды, ағаш әдістерді ұсыну әдістері, яғни графикалық әдіс деп айтылады. Мысалы, мозговой штурм 1950 жылдары шығармашылық ойлауда өте үлкен рөл атқарған. Әлі де мысалы бүгінгі таңда осыны қолдану нәтижесінде мысалы біздер тәжірибе алмасуға, болмаса жаңағы конференцияларға шақырудың барысында осы жүйені қолданамыз. Енді келесі бір әдісі ол жаңа сценарий әдісі деп айтады. Бұл белгілі бір мазмұнды ғылыми зерттеуді жасауда құрылатын ұйымдастырушылық әрекеттер. Сонымен қатар оған қойылатын жаңағы негізгі талаптарда практикалық эксперименттердің жүзеге асырылуы. Егер сценарийдің мазмұны жаңағы талап етуші жаққа сай болса, онда сол талап етуші жақтың міндетті түрде кеңесін алып отырып жүзеге асырылады. Сонымен бірге жаңағы айтып отырғандай құрылымдық әдіс, ағаш әдісі, Дельфи әдістері деп аталады. Бұл әдістердің барлығы да мысалы құрылымдық әдіс белгілі бір қиын сұрақты шешу үшін жеке бөліп алып, соның анализдік құрылымын қарастырады. Ал ағаш әдісі Черчменнің, яғни өнеркәсіп мәселесін шешудегі әдісі болып табылған. Бұл ағаш әдісінде жеке сұрақты мақсатты, яғни функционалдық айқындылықта қажет етеді. Яғни ғылыми зерттеудің тақырыптың дамуын қарастырады. Ал Дельфи әдісі болса, Хельмердің Дельфи оракуласын жалпы талдау негізінде құрылған қатынастық жауап алу мақсатында құрылады. Яғни белгілі бір эксперттік сапа мен сандық көрсеткіштердің нәтижесінде анализдерді сараптау белгілі сценарийдің жүйесімен жасалып отырады. Яғни нәтижеге қол жеткізу барысында эксперттік көзқарастар шешіліп отырады екен. Сонымен бірге эксперттік шешім қабылдау, яғни бағалау әдісі бұл дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Сонымен қатар мысалы дауыс берудің өзі 50% көрсеткіште, және де әрине бір қосымша дауыстың болуы. Сонымен қатар, яғни күрделі экспертизаларды ұйымдастыру әдісі бұл кешенді түрде жүргізілетін емтихандық әдістер болып табылады. Осындай әдістердің өзінде паттерн әдіснамасы ұсынылған. Бұл сараптама процедурасы әлдеқайда белгілі бір критерийлерге сай, сол критерийлердің нәтижесінде өзгертілетін сауалнама, ұйымдастырылатын факторлар, негізгі сарапшылардың коэффициенттік құрылымдық критерийлері сондай бір өңдеудің нәтижесінде жүзеге асырылып, белгілі бір өзіндік көрсеткіштерге ие болады. Міне, осындай әдістердің барлығы жалпы сіздің академиялық мәтініңіздің баяндауында рет-ретімен орналасуы бұл академиялық мәтіннің дұрыс баяндалуына жатады. Назарларыңызға рахмет. Келесі жаңа сабағымызды жалғастырайық. Әрине, осы аталғандардың барлығын біз өзіміздің академиялық мәтінде қолданылатын құрылымдық баяндауда ескеретін негізгі алғышарттарымыздың бірі. Егер академиялық мәтініңіз өзінің деңгейінде баяндалатын болса, осы жағдайларға мән бергендеріңіз абзал болып табылады. Келесі сабақта кездескенімізше. Рахмет.